Сәлем достар, баршаңызға. Сіздермен бірге мен Әсем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тойға фото шақырту жасауды көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Олай болса, бастайық. Бізге ең бірінші Pinterest деген приложение керек. Міне мына Pinterest деген екінші тұрған приложениені басып аласыздар, ішіне кіреміз. Pinterest өте керемет приложениелердің бірі. Бұл жерден кез келген эстетикалық фотоны, видеоны таба аласыздар. Ішінде өте көп. Постке жазсаңыздар, іздегендеріңіздің барлығын шығарып береді. Постке біз енді тойға шақырту шаблон деп жазамыз. Мына жерде өте көп көріп тұрсыздар ғой. Телефонға аваға суреттер бар. Армандарыңыздағы күшті фотоларды да осы жерден тапсаңыздар болады. Енді постке тойға шақырту шаблон деп жазамыз. Қараңыздар, өте күшті тегін шаблондар шығарып берді. Міне қараңыздар, өте әдемі. Осы жерден енді төменге түсіп қараймыз. Ішінде өте әдемі видео шақыртуларда, фото шақыртуларда бар. Ешқандай сөзі жоқ. Шаблон деген осында ешқандай сөзі жоқ. Яғни біз сөзді өзіміз жазамыз. Өзіміздің тойға, яғни өзіміздің тойымызға. Астыға қарап іздей береміз. Бізге бүгін сіздерге қыз ұзатуға шақырту, фото шақыртуды көрсетейін. Сол үшін біз қыз ұзатуға іздейміз. Мына жерге негізі поискқа қыз ұзату шаблон деп жазсаңыздар, тек қана қыз ұзатуға шығарады. Мен тойға шақыру дегесін бізге енді жалпылама шығарып жатыр. Мысалы, мынаны скачать етіп алсақ. Тағы да іздейміз. Қазір сіздерге қалай скачать етеміз көрсетемін. Мысалы, тағы да іздейміз. Өздеріңізге ұнаған бір әдемі, ерекше стильдегісін алсаңыздар болады. Мысалы, мына біреу өте әдемі екен. Осыны енді қалай скачать етеміз. Мына жердегі 3 нүкте тұр ғой, соны басып скачать изображение дегенді басасыздар. Сіздерде осы загрузка болып видеоларыңыз скачать етіледі. Галереяға скачать етіледі. Тағы да қарап көрейік, әдемілер шықса, сол әдемісін аламыз. Енді осымен жасап көрейік. Енді бізге айншот деген приложение керек. Міне мына жерде тугистің жанында тұр. Менде осының ішіне кіреміз. Фото деп ортасында тұрған фотоны басамыз. Бірінші плюсті басамыз да, жаңағы скачать еткен фотомыз бізде бірінші шығып тұрады. Соны басып таңдап аламыз. Неке бізде шықты. Енді айншот приложениесін түсіндіріп жерейін. Бізде ең бірінші астында тұрған қараңыздар, бұл бізде размер. Размерін өзгерту, әртүрлі пішінге келтіріп алсаңыз болады. Міне көптеген размер бар, бірақ маған бұл керек емес, тура осы қалпында қалдыра беремін. Зум деген бұл үлкейтіп кішірейту. Үшінші тұрған задний план деген бұл артындағы жаңағы фотоны кішірейтетін болсаңыз артқы фоны. Шығып кетеміз. Бұлар бізге керек емес. Сіздерге түсіндіру үшін ғана бұл айншоттың ішін көрсетіп жатырмын. Бұл бізге керек емес. Астында фильтр деген бар. Фильтр деген бұл біздің жаңағы фотомыздың цветін ауыстыру. Мына жерде менің цветім кішкене өзгеріп кетті. Астында енді стикер деген бар, текст деген бар. Мынау маған керек емес. Мына жерде мынаны басып өшіріп тастаймыз. Бастапқы қалпына келтіреміз. Келесі мыналарды қарап көре берсеңіздер болады. Ішіне видеоны қысқарту, фотоны неке мына жерде көріп тұрғандарыңыздай кесіп алу, фотоларыңыздың жартысын кесіп алсаңыздар, болмаса бұлайынан айналдыру деген сияқты ішін өздеріңіз әрбір кнопкасын басып көре беріңіздер. Енді бізге текст жазу керек. Текстті алып жазамыз, бастаймыз. Ең бірінші қыз ұзату деп жазып аламыз. Қыз ұзату. Мына жерден шрифтін өзгертеміз. А деп тұр ғой, үлкен А, кішкентай А деп тұр. Сол жерден бассаңыздар шрифттар шығады. Өте көп шрифттар бар. Өзіңізге ұнаған бір шрифтті қоясыз. Мысалы, маған мына шрифт ұнайды. Осы шрифтті қоямын. Цветін өзгертеміз. Осы қара цвет болатын сияқты. Астында текст деп тұр. Сол жерден цветін өзгертесіздер. Қара цветте қалдыра беремін әзірге.
екінші граница деген ол басып жылжытсаңыздар мынаның сөздің артына не береді, қосымша түс береді. Қара түсті таңдаймын болғанда мен. Көрдіңіздер ме, менің сөзім кішкене жуанырақ болды, текстім. Келесі тен деген бар. Мынау бұл артына мынандай не беру, эффект беру, жарқырап тұрған сияқты эффект беру. Келесілері бізге керек емес. Галочканы басамыз, болды, бізде қыз ұзату деп жазып алдық. Кішкене үлкейтеміз. Осылай қоятын жер таңдап аламыз. Осы жерге қоямыз, кішкене үлкейтемін. Енді қыз ұзату Әйгерім деп жазамын. Осы жерге қоямын. Қыз ұзату Әйгерім. Енді текст жазып аламыз. Құрметті қонақтар. Бұны кішкене кішірейтіп, мына жерге тура ортасына қоямыз. Бірінші барлық тексттарымызды жазып алып, одан кейін барып, жаңағы цветін өзгертіп, сәндейтін боламыз. Енді сіздерді деген сөзі былай жазасыздар. Сіз дейміз да, жақша ашып, дер жақсаны жабып, ді. Сіздерді деп те оқылады. Сіздерді қызымыз Әйгерімнің. Негізі тексті алдын ала заметкеге дайындап алсаңыздар болады. Сол кезде уақыттарыңыз үнемделеді. Скопировать етіп, осы жаққа келіп қоя саласыздар. Бірақ мен мына жерде, тура осы жерде сіздерге жазып көрсетіп жатырмын. Бірінші барлығын жазып аламыз. Барлығы менде бір линияда кетіп жатыр. Қазір барлығын энтерді басып төмен түсіреміз. Қызымыздың, Әйгерімнің ұзату тойына арналған ақ дастарханымыздың қадірлі қонағы болуға шақырамыз деп жазамыз. Осындай тексттерді Google-дан қарап алсаңыздар да болады. Негізі скопировать етіп алып, қоя салсаңыздар да болады. Дайындап. Дастарханымыздың қадірлі қонағы болуға шақырамыз. Осылай жазамыз. Енді энтерді басып түсіреміз. Барлығы бір линияда болып кетті. Мына жерден түсіреміз. Арналған. Мына жерде ақ дастарханымыздың қадірлі қонағын төменге түсіреміз. Болуға шақырамыз дегенде де төменге түсірсек болады. Болды. Енді жазуды екі саусақтарыңызды бүйтіп жылжытсаңыздар, ол жазу үлкейіп кішірейе береді. Изменить етеміз. Мына жерде шрифті осы шрифті қалады. Келесі сәл үлкейтеміз. Үстін басасыздар да, ручка сияқтыны бассаңыздар, изменить деген басылады, жазудың үстін басып. Мынау бізде мына жерде менде артындағы не қалып қойды. Эстетика деген теннің қасындағы мынау жарық сияқтыны беретін өшіріп тастаймын. Өшіріп тастадым, болды. Енді осыны сәл үлкейтеміз. Бізде текстіміз дайын. Осылай туралап қойып аласыздар өздеріңізге. Келесі тағы да құрметті қонақтарды жылжытамыз кішкене. Тура ортаға қойсаңыздар болады. Әйгерім, қыз ұзатуды сәл үлкейтеміз. Бұл бізде кәдімгідей көзге көрінетіндей болу керек. Енді тексті басып, күнін жазамыз. 21 наурыз 2025 деп қойсаңыздар болады. Кішкене кішірейтіп астына түсіреміз. Кішкене үлкейтіп, осылай туралап қойып аламыз. Тексті тағы да басасыздар, сағатын жазамыз. 18:00. Галочканы басып, бұны да осы жазудың астына келіп түсіреміз. 18:00. Енді кішкене кішірейтеміз. 18:00.
сәл төмен түсіреміз. Текст жазып, енді өтетін орнын жазамыз, Так. Бізде әлем мейрамханасы. Мейрамханасы. Аха, галочканы басамыз мына жердегі. Енді төмен түсіреміз. Кішкене кішірейтеміз жазуымызды. Орнын қоямыз, сәл күйтіп. Төмен түсіреміз. Нана 18:00-де де наны да төмен түсіп, туралап, мәтінімізді туралап қойып аламыз. Осылайынан қоямыз. Енді мына жерде қызату қап-қара цвет емес, цветін өзгертсек болады. Үстін басып, изменить дегенді басасыздар да. Мына жерде домалақ әртүрлі цветтер бар ғой, соны үстін бассаңыз, цвет шығады. Так, осы цвет болатын сияқты қызыл. Әйгерімнің де цветін өзгертсек, изменить дегенді басасыздар. Мына жерде цветті басамыз, мына домалақ цветті. Мына жерден так ашық бір цветке қойсақ. Қызыл, жақсы, қызыл цветке қоя берейін. Өздеріңіз қарап, әдемісін таңдап алсаңыздар болады. Болды, енді біздің дайын болды. Мінекей сохранить етіп аламыз. Жоғары жағындағыны бассаңыздар сохранить етіледі. Галереяға кіріп бір тексереміз. Мінекей біздің шақырту билетіміз дайын болды. Өте оңай жолы. 5-ақ минутта дайындалады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз.